балабақшасынан бүлдіршіндеріміз. Біз бүгін Рәқат апаймен тәжірибе жасаймыз. Ал балалар, бүгін біз тәжірибе жасауымыз үшін бізге мынандай заттар керек екен. Қараңдар балалар. Мына зат не зат білесіңдер ме? Тұз. Тұз, балалар, ас тұзы еді. Және мынау не? Ас содасы, е? Мынау ше? Қара бұрыш. Қара бұрыш. Және сірке суы қажет екен балалар. Және мінекен шыны, бөтелкелер. Балалар, тәжірибені жасау үшін алдымен қауіпсіздік ережесін сақтап аламыз, е? Балалар, мұнда барлығы зиянды заттар екен бұнда. Мінекен, бұны ұстағаннан кейін не істеуіміз керек? Қолымызбен көзімізді ұстамауымыз керек, және аузымызға апармауымыз керек, е? Дұрыс айтасыңдар балалар. Тәжірибемізді бастайық, е? Балалар, бұл тәжірибені өздігінен істеуге болмайды. Ересектердің көмегімен бірге істеуіміз керек, е, балалар, е? Мінекен, алдымен балалар, мына бөтелкені алайық, шыны бөтелкені алайық. Және бұған апарат мысыр кетуге, балалар сірке деген. Мінекен, мына екі бөтелкеде сірке су бар. Ал шардың ішінде ас содасы бар. Сол ас содасын қазір көтеріп, жаймен ішіне төгеміз. Істейміз балалар. Жай істейміз. Бірақ мұнда. Ал енді қараңдар балалар. Не болып жатыр екен? Шар өздігінен үрлі бар, е? Ал балалар, ендігі тәжірибеміз мінекен ас тұзы бар ғой, ас тұзымен қара бұрыштан жасаймыз. Осы екеуін біз шардың көмегімен бөліп аламыз, е? Ажыратып, тұз бен қара бұрышты ол үшін алдымен біз тұзды ыдысқа салып алайық. Қара бұрышты салайық балалар. Енді балалар, бұны бөліп алуымыз үшін біз шарды алдымен шашымызға үйке болады. Шашымызға, қайты басымыздан шешіне, шашыма екенде шаштарына екенде. Шашымызға аламыз. Балалар, келесі тәжірибеміз мінекен, мына шарды бөтелкенің ішіне салдық. Енді осының ішінде үріп көрейік, үрлемекен. Балалар, көрінер ме? Үрлемейді. Өйткені мынаның ішінде ауа жоқ. Егер осының ішінде ауа болса, онда үрлеме көрейік. Алдымен тесіп көрейік, е? Ал балалар, үріп көрейік. Көрінер ме? Үрлемекен, е? Және ауасы шығып кеткен. Өйткені мынаның ішінде ауа бар. Егер бұны жауып қойсақ кесігін. Қалай болады, көрейік, балалар. Бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма сендерге? Ал келесі тәжірибе алаңында кездескенше сау болыңдар балалар.